Biz уже үйден шығайын деп жатырмыз қазір. Бүгінгі біздің планымызда бірінші ботанический садқа бару, сосын мир фантазияға. Біз уже дворға шықтық. Мен бүгін вообще оянбадым, тек қана кішкентай стрелка жасағам. Өйткені уақытта болмады, өзімде де желание болған жоқ. Менің бүгінгі образым осындай: ішінен белый майка, кепка, сосын осындай екі күшті заколка. Жүгіріп жүр арасына. Ана кетпет қарап. Вау. Мында адамдар көбейіп жатыр. Ана жерде Айвар уже шешініп жатыр. Фонтанға суға түсейін деп. Екінші рет уже стало, бірақ реально ыссы, прям шыққасын мороженое жеп, кайфовать етіп қайтып, сосын мир фантазияға баратын шығармыз. Дала еще бірақ ветер бар. Тоңып қалады ғой анау. Ой, тупой ән жүр. Айвар, жүгір! Жүгір! Қорықпа, жүгір! Тупой. Давай! Біз қазір уже шығайын деп жатырмыз. Вот. Уже жаққа келеді потом. Біз, короче, демалып деп, какой-то торговый центрға кіріп кеттік. Демалып мороженое жеп, солай етіп жүреміз. Біз, короче, торговый центрға кіргіміз келмей, Макдональдсқа барып қазір мороженое фри жеп, сосын енді анаған барамыз қайттан. Енді автобуспен, короче, жетерміз мир фантазияға. Біз 3 мороженое, 2 фри алдық. Просто перекусқа пока что. 3 мороженое, 2 фри, кола, ема, кайф. Біз кеше менің 40 мың тұратын очкиімді потеряли, оны бірақ енді табалдық. Енді біз ищем менің кепкамды, который я не знаю, где потеряла. Қай жерде болған, қай жерде болмаған, я не помню. Енді біз папа деген электросамокат оплатил, и қазір сені опять ботанический садқа кетті, соны қарауға. Енді білмеймін, каждый бірдей теряем. Кеше 40 мыңның затын, бүгін 4 мыңның затын. Зато красивый вид. А біз әлі күтіп тұрмыз папаны. Короче, ішіне табылмай жүре береміз енді. Маған айтып жатыр, что мен ағам точно такой же был. Бәрін тирать етіп жүрген. Бірақ мен ондай емеспін. Қалай оқып тұрген білмеймін. Біздің таксиміз келмей жатыр. Біздің таксиміз вообще келмей жатыр, так что енді отырға әлі остановкада ойнап жатыр ойын. Маған айтады, что біз ешқайда бармаймыз нафиг. А я хочу әлі. Бірақ та уже 5-тен 31 кетті, а уже 9-да жабылады. Бірақ маған бәрібір. Мында біз келдік. Енді жаңбыр үшін болмайды дейді, короче. Жаңбыр үлкейіп жатыр. А мен үстім уже мокрый. Сонда біз енді қоймаса жабылады дейді бүгін енді. Ё-моё. Дождь жесткий бывает, очень жесткий. Поэтому без все. Біз, наверное, просто қыдырамыз подождем, а то босқа сон ақшамыз кетеді енді, да, папа? Біз ақшамыз просто кетуі мүмкін 14 мың. Сондықтан біз давай подождем гулять. Давай гулять подождем. Мына уже мокрый, я тоже. Бірақ менде көрінбейді, да? Я менде көрінбейді. Су болып полностью жүретін шығармыз. Ема, үлкейіп жатыр, папа. Ема. Мы решили, что пойдем гулять нафиг под таким дождем. Будем гулять. Все, телефон уширяем, потому что намокнет и сынып қалады. Так что быстрее будем осылай ходить. А вот что. Надо
почта уже өтіп кетті. 5 минут өтті. 5 минутта біз видео түсіріп жатқан кезде уже дождь прекратился. Мен маған мінгім келді, вообще жестко. Еще анаға анда папа қарашы қандай высокий анау. Соған хотела сенімен бірге. Біз, короче, басқа күні келеміз. 5 күн бар әлі. Мама айтқандай, сонда басқа күні келеміз, мама айтқандай. Вот. Давай ана жаққа қарай барып қарайық, не бар екен. Жүрейік. Или ана жаққа бара берейік дальше. Ана жаққа назад. Жүре берейік, әдемі. Мұнда мынандай фонтандар күшті болып жатыр. Вот. Менің аяқ киімнің бәрі лас. Но слишком длинный шалбар менде. Бәрін все уже, бәрі дождь, лас, бәрі жерге уже. Что-то, короче. Наши приключения продолжаются. А қайда барамыз? Мама айтып жатыр, лучше метромен жүріп келейік, анау мынау деп, жан жаққа деп. А біз өзіміз енді қазір екеуміз метроға жеттік. Мама, соқшиш, біз не отқан білмеймін, короче. Капец болып жатыр, ема адам жоқ қазір. Біз реально метромен қазір жүреміз. Білмеймін қайда отқанымыз, театр ма, білмеймін. Короче, бұл жаққа барамыз енді. Біз уже оплатили заезд, білмеймін, бұл жаққа дейін, короче. Доедем куда-то, я не знаю куда. Вот, ема. Вау, ема, так низко. Мен метромен один раз в своей жизни ехала. И то ол болды Ташкентте. Узбекистанда, короче. Первый раз и последний. Ну, не в последний, первый раз вот. Хайсна! Да. Через что было? Енді ана жаққа дейін мінеміз. Қорқамын мен бірінші сенмен. Мен қорқып тұрмын түсіруді. Оно как будто вниз идет, а не вверх. Да, қараш? Басым айналып жатыр уже. Әдемі болып тұр, да? О, папа, телефон сдох. Бізді пауэрбанк жасамай тұр. Сломался что-то, я не знаю, зарядка алғыздырмайды. Такси с моего телефона мы заказать не можем. Пешком жүреміз ғой кезде. Красота? Біз уже түстік, осы автобус өтіп батқаны. Вот, еме ана қыстырылысып, вообще аям болып қалды ғой. Капец. Біз по пути магазинге кіріп, қазір мороженое алайын деп жатырмын. Вот, осындай. Мен уже үйге келдім, және де қазір мен ужинді ішейін деп жатырмын. Сағат 8 болды. Мен зарядкаде отырмын. Міне, столдың үстінде тұрған бардакты көрсетпей ақ қояйын. Міне мен төсегім ұйықтайтын.